Ассалаумағалейкум барша қазақстандықтар, кәсіпкерлер, FOMA Team клуб мүшелері, сіздерді мына келіп жатқан 2020 жылғы жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Жалпы бүгін миллиондаған, миллиардтаған тілектер тіленетін шығар. Иә, тіленеді. Бірақ жыл сайын сол бір тілектер тіленеді. Табыс табамын, өмірімді өзгертемін, бір өзіме көлік аламын, саяхаттаймын, арықтаймын, ағылшын тілін үйренемін. Бірақ сол тілектеріңіз орындалып жатыр ма? Жалпы бүгін жаңа жылда миллиондаған, миллиардтаған өте көптеген тілектер тіленеді. Адам жалпы өмірге келген кезде үш жағдайда тілек айтады деген. Біріншісі ауырып, бірақ қиын жағдайға түскен кезде бір тілек тілейді екен. Екіншісі жылына бір рет өзінің туған күні келген кезде тілек тілейді екен. Келісесіңдер ме? Және үшіншісі жылына бір рет жаңа жылда бір тілектерін тілейді екен. Басында иә сенеді. Одан кейін ол сенім де қалады, бірақ адамдар іштей бір сенімін қалдырмайды. Сол жаңа жыл келген кезде бір соғыстырып, мен өмірімді өзгертемін, мен арықтаймын, көлік аламын, өз өмірімді өзгертемін. Бірақ бұл нәрсенің барлығын қарап отырсақ, жыл сайын бір қайталанатын тілектер, бірақ сол тілектер жай ғана бір сөздер болады да, бір 2-3 күн өткеннен кейін оның бәрі ұмытылады, қайтадан иә, әрине мақсат, оның барлығын түсініп отырмын. Енді бүгін жаңа жыл ғой, бүгін мейрам. Біздің FOMA Team клубының қаншама адамдары қаншама жетістікке жеткен болатын. Неге осыны айтпасқа? Иә, жігіттер, осы айтылып жатқан тілектердің барлығы, арман мақсаттың барлығы тек қана бір жай ғана сөз деңгейінде ғана қалып қоймай, осы биылғы 2020 жылы әрбір адам осы қойған мақсатына, арманына жетуін мен тілеймін. Әрине, бұл нәрсенің барлығы жай ғана сөз болып қалып жатады ғой көп жағдайда. Біздің мақсаттарымыз бар. Мысалға, біздің мақсаттарымыздың бірі мына 2019 жылы қандай болды? Жалпы осы 2019 жылы біздің ең бірінші мақсаттарымыздың бірі осы кәсіпке қызығатын, недерін бастарын білмей жүрген, ізденісте жүретін адамдардың барлығын ортаға жинап, басын қосу болатын. Осыдан 6 ай бұрын біз 20 шілде күні осы керемет біздің FOMA Team атты кәсіпкерлер клубының негізін қалаған болатынбыз. Қазір уақытта 6 ай уақытта біз осындай жетістікке жеткен болатынбыз. Иә, әрине тамаша. Негізі шынымен өте үлкен жетістіктерге жету барысындамыз. Енді көпшілік адам сұрайды, мына FOMA Team клубының мақсаты қандай? Мейірман, осы FOMA Team клубының мақсаты жайында айта кетсең. Бұл әңгімені айтпас бұрын мен бір мысал келтіріп өтейін. Бір аралға 9 миллионермен бірге бір кедей жігітті қосып бір айға қалдырып кеткен екен. Бір ай уақыт өткеннен кейін жаңағы кедей жігіт өзі бір миллион теңге таппаса да, оның ойлау қабілеті миллион теңге табуға дейін жететіндей дәрежеде өзгерген екен. Яғни бұл жерде айтып кететін қазақта бір мынандай сөз бар. Екі баланың ортасында отырған қария бала болады дейді. Ал екі қарияның ортасында отырған бала дана болады дейді. Мысалы, адамдардың киесі жоқ болса да күйесі жоғады дейді. Жай ғана мысал, егер біз бұзақылардың арасында жүретін болсақ, біздің де бұзақы болып кететініміз ол айдан анық нәрсе. Немесе ізденісте жүрген бизнесмендердің, кәсіпкерлердің арасында жүрсек, біз сол жерден кәсіпкер болып шығамыз. Осындай мақсатты біздің FOMA Team клубымыздың ең бірінші мақсаты осындай жастардың ортасын қосу, яғни бірге осы алға мақсаттар қойып табысқа шығу болатын. Иә, әрине дұрыс. Бұл біздің клубтың керемет мақсаттарының бірі. Енді Санжар, жетістік деп айтты. Біздің клубтың 6 айдағы қандай жетістіктері бар? Жетістіктерді айта келе үлкен мақсаттарға және жетістіктерге жеткен болатынбыз. Соның ішінде мысал ретінде келтіргім келіп отыр. Бар жоғы 1 жыл бұрын қазақтың қарапайым жігіті онлайн түрде табыс табамын деген нәрсеге сенді ме? Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Әрине сенген жоқ. Иә, дұрыс айтасың. Ол өте дұрыс, себебі біз ол кісілердің орнында болсақ та біз де сенбеуші едік. Бірақ та қазіргі таңда осы нәрселердің барлығын біз клубымызбен дамытқан болатынбыз. Instagram арқылы табыс табу, инфобизнес арқылы табыс табу деген нәрселердің барлығын дамыттық. Осы бар жоғы жарты жылда біз 100-ден астам жабық вебинарларымызды және 50-ден астам ашық вебинарларымызды жария қылған болатынбыз. FOMA Team клубымыздың мүшелердің саны 1000-нан артқан болатын. Және де айта келе осы 20-дан астам FOMA Team клубының мүшелері ең алғашқы миллиондарын тапқан болатын. Осы нәрселер керемет емес пе енді? Әрине, керемет. Осы қысқа уақытта біз 5 бағытты алып үлгерген болатынбыз. Осы 5 бағыттың толықтай бастан аяқ зерттеп, үлкен жетістіктерге жетіп жатқан Төленбай Мейірманға сөз бергім келіп отыр. Иә, Санжар, рахмет. Бізде қазір уақытта 5 түрлі инструмент бар. Соның біріншісі біз 2019 жылы онлайн бизнесті дамытқан болатынбыз. Соның ішінде онлайн бизнестің 2 түрлі бағыты бар.
біріншісі инфобизнес, екіншісі бизнес-бокс. Және де криптовалюта саласында жобаларымыз бар. Күні кеше ғана дүние есігін ашқан біздің смарт-контрактыдағы дүние жүзіндегі ең бірінші компаниямыз өте үлкен оқыту платформасы Абсолютусты іске қостық. Осыны айтсам болады. Енді мақсат өзің білесің, табыс табу оңай, табыс тауып жатырмыз, өзің де куәгерсің да. Енді қалай ойлайсың, табыс табу оңай және оны сақтау қиын, иә? Осы жайында бізде өзің дұрыс айтасың, иә, негізі қаншама адамның көзі жеткен шығар, миллион, 20-дан астам миллион адам тапты, миллион теңге тапты. Бізде үлкен табыстарға жетті. Мен өзімнің тәжірибемді білемін, сен де өзің тәжірибеңді білесің. Табыс табу өте оңай, бірақ оны сақтау және көбейту қаншама адамның қолдарынан келмейді. Осы нәрсені айтқың келіп тұр ма? Иә, мақсат қаржылық сауаттылық бойынша бізде екі түрлі бағыт бар. Соның біріншісі Форекстағы роботтарымыз, екіншісі инвестиционный фонд. Иә, дұрыс. Міне байқап отырмын, мысалға мен басында тілектерден бастадым, бірақ қарасақ, иә, дұрыс айтасың, біз үлкен жетістіктерге жеттік. Бірақ бұның барлығы ненің арқасында, жігіттер, айтыңызшы? Ең бірінші мақсат қойылды және сол мақсат бойынша іс-әрекеттердің рет-ретімен істелгеннің арқасында соның жемісі. Тек қана мақсат қойып қана емес, оны күтіп отыра берудің қажеті жоқ. Яғни мақсат арман қойып, соған деген ең алғашқы қадамдарымызды жасау қажетпіз. Сондықтан да мінекей жігіттер көріп отырсыздар ғой, тек қана мақсат қойып, мақсатқа жету. Бірақ мақсатқа жету барысында біз өзіміздің бағытымыз болу керек. Әр адамның өзінің бағыты болу керек. Біздің Фоматим клубының бағыты мен мақсатын біз көрермендерге, біздің клуб мүшелеріне айтқан болатынбыз. Енді достар, әріптестер, болашақ миллионерлер, мына 2020 жылы әдеттегідей тілек тілеп, келесі күні ұйықтап ұйқыдан тұрғаннан кейін қарапайым өмірге қайтадан қалып келмеңіздер. Өздеріңіздің өмірлеріңізді өте жоғарғы деңгейге жеткізіңіздер деген тілек тілейміз. Мына жаңа жыл мейрамы ол сіздің мейрамыңыз емес. Ол сіздің мейрамыңыз деп адамдар айтқандықтан сіздің мейрамыңыз деп сіз ойлайсыз. Мына жаңа жылды біз өте керемет көңіл күймен күтеміз. Көпшілік адам күтеді. Бірақ біздің әр күніміз осындай жаңа жыл сияқты эмоциямен болсын. Әр күніміз өте жоғарғы деңгейде болсын. Әр күніміз бақытқа толсын. Әрине қиындықтар болады, бірақ сол қиындықтарды жеңіп 2020 жылы өте үлкен жетістіктерге жетейік. 2020 жылы 2020 жылдың 21 жылды күткен кездегі жаңа жылда біз үшеуміз ғана емес, биыл онлайн жыл болды. Ал 2021 жылы, яғни 20 жылы толығымен жұмыс жасап, біз өзіміздің әрбір қаладағы лидерларымызбен кездесіп, бір-бірімізге осылай тілек айтатындай жағдайда болайық, ағайын. Енді осы еле жатқан 2020 жылға сіздерді шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Ойлаған жоспарларыңыз, армандарыңыз іске жүре берсін. Баршаларыңызға шаттық, қуаныш, береке, ырыс тілегім келіп отыр. Табыстан табысқа жете берейік. Құрметті достар, қымбатты қазақстандықтар, біздің Фоматим клубының мүшелері, биылғы жаңа жыл сіздерге табысы өте көп, табысты, мол жыл болсын. Шаңырақтарыңызға бақ береке болсын. Иә, қымбатты достар, құрметті қазақстандықтар, Фоматим клубының мүшелері, биылғы жаңа жыл сіздерге бақ берекесімен, мол табысымен есте қалсын. Біздің кереметте Фоматим клубымызбен бірге мақсат армандарыңыз орындалсын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, ағайын.